Ассаламу алейкум, қазақтар. Басында сізде маған жазылыңыз, лайк басыңыз, түсініктемелерді жазыңыз, шақырғым келеді сізді. Жақында бір жас қазақ жігітпен сөйлестім. Ол маған не дейді? Аға дейді, менде алты қазақ жігіттер кластасым достарым бар дейді. Олар алтау үйленді. Бір жыл ішінде осы мына жігіттер алтау ажырасып кетті дейді. Өзі мына күледі. Білмеймін, оның күлген не бар оның ішінде. Мен оның осы сөздерінің кесірінен қатты күйзеліске ұшырадым. Біздің қазақ қыздарымыз бен әйелдеріміз еркін болуға тиіс, мен ойымша. Нағыз қазақ адамы, ержүрек адамы ешқашан әйелдерге қарсы қол көтермеу керек. Өйткені бұл әйелдер біздің апалы сіңілеріміз, аналарымыз, жұбайларымыз. Сол себептен қол көтермеу керек қыздарға, әйелдерге. Қазір Қазақстанда ажырасқан әйелдер өте көп. Егер әйелдің күйеуі қайтыс болса, онда ол туралы ештеңе істей алмайсың. Ол Құдайдың қолында. Ешкім істей алмайды ештеңе. Жесір әйел бұл үлкен қателік, қайғы. Бірақ біз бүгін басқа тақырып туралы сөйлесеміз. Көптеген жігіттер қазір егер өз әйеліне қиғаш қарасаң, оның әйел бірден заттарын қаптап өз анасына кетеді деп жігіттер шағымданады. Бұрын қазақтар арасында егер қызды күйеуі үйіне қайтарса, онда бұл қыздың ата-анасы үшін үлкен ұят болды, масқара болды. Бұрын егер қыз ата-анасына қайтарылса, онда қыз не бүлдіршін, не жаман үй шаруашылығындағы әйел. Қазір қыздың өз анасын өзі қызын күйеуін тастап кетуге көндіреді. Қазір кейбір әйелдер күйеуінсіз бала туып жатыр. Шариғат бойынша күйеусіз бала туу бұл үлкен күнә. Бұл баланы өзі үшін дүниеге әкеледі деп дейді. Для себя дейді, для себя. Бәлкім өзің үшін ит немесе мысық алған дұрыс шығар, мен ойымша. Қазір уақытта ажырасқан әйелдер пайда болды. Кейбір ажырасқан әйелдер статус разведенка дейді олар. Статус разведенка не деген ол білмеймін. Әйел мәртебесіне ие, ал оларға басқа ештеңе керек емес дейді. Мен кейбір ажырасқан әйелдермен сөйлесіп, олардан сұрап отырмын. Күйеуіңізді неге ажырастырдыңыз? Сондықтан бұл әйелдер күйеуінің ажырасу себебін айта алмайды. Не үшін ажырасқан вообще өз білмейді, по-моему. Кейбір әйелдер күйеуінің басқа қыздарға сүреуінге шығатынын айтады. Мына, ой, мен күйеуім қыздарға қыдырып жүрген де ба. Ол ер адам, ол еркек. Ол сүреуінге шығып қайтып келеді. Күйеу ешқашан жақсы әйелін тастап кетпейді. Егер сіздің отбасыңызда балаларыңыз болса, егер ажырасқаныңыз келсе, онда өзіңіз туралы ойланбауыңыз, балаларыңыз туралы ойланыңыз. Егер ажырасқан әйелдің ұлы болса, сонда ол баладан ажырасқан әйел ешқашан нағыз еркек өсіре алмайды. Бауыржан бірдей бір ағалары немесе талғат өгей әкелердің ағалары басқа біреудің баласын тәрбиелей алмайды. Ұлын тек қана өз әкесі ғана тәрбиелеу керек. Егер ажырасқан әйел қызын тәрбиелеп жатса, сондай қызы отбасында өз әкесін одан да көп қажет етеді. Қыздар отбасына оқиды, қарайды, үйренеді, өз отбасыны қалай құру керектігін мысалға келтіреді. Қыз
өз әкесіне ұқсайтын күйеуін мына өскеннен кейін іздейді. Әкесіз өскен қыздар өз отбасын қалай құру керектігін білмейді. Сондықтан да көбінесе әкесіз өскен қыздар да аналары сияқты жалғыз басты анаға айналады. Өкінішке орай. Бірінші бөлімнің соңы, екінші бөлімнің қараңыз.